Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен Ішкі істер министрлігі ұйымдастырып жатқан погонды журналист жобасы және оның жүргізушісі мен Гүлжан Нұржан. Бүгін мен бір күнге өзімнің мамандығымды ауыстырып, ювеналды полиция қызметкерлерінің қатарында болам және олардың жұмыстарымен танысып, сіздерге түсіндіретін болам. Көріп тұрғандарыңыздай, олардың жұмысы дәл осындай саптық жиыннан басталады. Güzel, тік тұр, еркін тұр. Құрметті әріптестер, арамызда жергілікті журналист бар. Сендерге бүгінгі тапсырма мына қала көлемінде жасөспірімдермен орын алып жатқан қылмыстардың алдын алу бағытында түнгі мезгілде жасөспірімдердің тұрғылықты мекенжайынан тастап заңсыз жүруін анықтау, ішкі істер органдарының есебінде тұрған тұлғаларды мекенжайы бойынша тексеріп, профилактикалық сұхбат жүргізу. Журналистке көмек керек болатын болса, жеке құрам журналистке көмек көрсетеміз. Аймаққа қадам бір. Берілген тапсырма бойынша менде Ақтау қаласындағы білім беру ұйымына бет алдым. Ондағы ювеналды полиция қызметкерлерінің жұмысы мені де қызықтырмай қоймады. Ең алдымен мектептің кіреберісінде орналасқан дабыл түймесіне көзім түсті. Білім беру ұйымдарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында әрбір мектепте дәл осындай дабыл түймесі орнатылған. Осы дабыл түймесін басқан кезде полиция департаментінің жедел басқару орталығына сигнал түседі. Ал сол сигнал арқылы оқиға орнына полиция қызметкерлері дереу жіберіледі. Ал енді дәл қазір біз сіздермен бірге дәл осы дабыл түймесін басып көрейік. Байланысты мереунікі. Миллионник 12 шағынаудан 46 здание, 12 гимназия, бағыт аламыз. Телевизор кнопку қойды. Миллионник қабылдан бағыт алып бара жатыр. Міне дәл осылай дабыл берілгеннен кейін инспектор 3 минут 40 секундтың ішінде дереу білім беру ошағына жетті. Келген бойдан тесттік режимде дабыл түймесін басқанымды айтып, ары қарай жұмыстармен таныстыруын өтіндім. Бұл бізде тесттік режим болған, сіз 3 минут 40 секундтың ішінде келдіңіз, бәрекелді, дәл орнына отырдыңыз, менің есімім Гүлжан Нұржан. Ендеше сіз басқа сыныптарға алып кетіңіз. Дәл қазір біз Ақтау қаласындағы 13-ші гимназияда тұрмыз, ал менің жанымда осы гимназияның аға лейтенанты инспектор Бүркітәлі Нұрбек мырза. Құрметті Нұрбек мырза, дәл қазір біз не істейміз? Қазір уақытта жасөспірімдердің әкімшілік құқық бұзушылық салдарынан көптеген жағдайлар орын алып жатыр. Сол себепті біздер әр күн сайын мектептегі кластарға кіріп, біздер түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Ендеше кеттік, бірге жүргізейік. Сәлеметсіздер ме, балалар? Отыра ойыңыздар. Саламатсыздар, құрметті оқушылар. Бүгінгі таңда біздерде осы шағын аудандарда орын алып жатқан әкімшілік құқық бұзушылық бойынша сіздерге түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Қазіргі уақытта түнгі мезгілдерде ата-анасынсыз жүруіне байланысты көптеген жасөспірімдерді біздер анықтап жатыр және оларға қатысты ата-аналарына ескерту хаттамаларын толтырып жатырмыз. Егер бұл жағдай тағы да қайталанатын болса, біздер оларға жаңағыдай айыппұл саламыз және балдар автоматты түрде учетқа қойылады. Егер сіздер учетқа қойылған жағдайда алдағы уақытта сіздердің жоғары оқу орнына түсуіне үлкен кедергісін тигізеді. Және де мектеп арасында, класс сыныптар арасында балалар өзара сөзге келіспей төбелес салдарлары орын алып жатыр. Ондай жағдайларда ата-аналарыңызға әкімшілік құқық бұзушылықтың 127 бабы бойынша хаттама сақталады. Оның штрафы 34.500 теңге. Және де егер сіздің жастарыңыз 14 пен 16 жас аралығында болса, әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 435 бабына сәйкес хаттама сақталады. Ол хаттамада сақталған сайын сіздердің өздеріңіздің болашақ өмірлеріңізге кедергісін тигізеді, себебі учетқа автоматты түрде ілінетін боласыздар. Міне осылайша оқушыларға түсіндірме жұмыстарын жүргізіп болған соң түнгі рейдке дайындықты бастап та кеттік. Қазір біз Ақтау қаласы 12-ші және 16-ші шағын ауданына қарасты учаскелік полиция пунктінде тұрмыз. Дәл осы жерге кешкі 23:00-де заңды өкілінсіз жүрген жасөспірімдер алып келінетін болады. Және сондай-ақ жасөспірімдердің ата-анасы шақыртылып, тиісті әкімшілік хаттама сақталатын болады. Онда жиналысқа қатысайық. Жиын бөлмесіне кіргеннен соң ювеналды қызметкерлерге басшы бұйрық беріп, түсіндірме жұмыстарында жүргізді. Сондай-ақ бірқатар тапсырмаларын берді. Түнгі қаладағы балалар профилактикалық іс-шарасы
өткізілуде. Сол себепті шағын ауданда жүрген жасөспірімдерді анықтап, осы жерге әкеліп ары қарай жұмыстанамыз. Бастықтың айтқаны қашанда заң. Берілген тапсырманы бұлжытпай орындауға инспекторлармен бірге мен де шықтым. Алдымен көшеде жүрген жасөспірімдердің төлқұжатын тексердік. Әрине, заңды өкілінсіз жүрген кәмелетке толмағандар да табылды. Оларды учаскелік полиция пунктіне келіп, ата-аналарын шақыртып, ескерту бердік. Бұлардың жастары 10 жастары. Екеуін де жинадым. Сол кез айттым, бәрін түсіндірдім. Кешкі 11 деген дағы жол болмайды. Мектепте төбелесу болмайды. Дәл қазір 23:00-ден кейін заңды өкілінсіз жүрген жасөспірімдер жеткізілді және оларға профилактикалық түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Құрметті көрермен, осымен ювеналды полиция қызметкерлерінің бір күнін тәмамдаймыз. Ал келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған погонды журналист Гүлжан Нұржан.